Достар, алдыңғы 8-ші сабақтың 2 бөлімінде біз сандар тақырыбын өткен болатынбыз. Сол кезде мен айтқан болатынмын. Осы сағат уақыт тақырыбын келесі сабақтарда да толық түсіндіріп өтетін боламын деп. Енді естеріңізге түсіріп көріңіздер, ойланып көріңіздер, қай кезде Қытай және Корей сандары бірге айтылып жазылады. Яғни сағатты айтқан кезде Корей сандары, ал минутты, секундты айтқан кезде Қытай сандары бірге бір сөйлемде жазылатын болады. Басқа ешқандай сөйлемдерде Қытай мен Корей сандары бірге бір жерде жазылмайды. Енді қараңыздар, ши дегеніміз сағат, пун дегеніміз минут және чо дегеніміз секунд деп айтылады. Сағатты айтқан кезде міндетті түрде Корей саны, минут пен секундты қандай Қытай сандары айтылып жазылатын еді. Енді мысал ретінде келтірейін. Йосот, ши, шибо, пун, и чо. Яғни йосот дегеніміз не? Йосот дегеніміз мұнда 6, шибо дегеніміз 15. Ал и дегеніміз мұнда 2. Қарап тұрсаңыздар. Йосот дегеніміз Қытай саны ма, әлде Корей саны ма? Әрине, Корей саны. Шибо дегеніміз Корей тілінде айтылып тұр ма? Жоқ, Қытай тілінде айтылып тұр, Қытай сандарымен. Ал и дегеніміз 2 дегеніміз, яғни Қытай сандары қолданып тұр. Неге? Себебі йосот ши дегеніміз сағат 6 деп тұр. Шибо пун дегеніміз 15 минут деп тұр. И чо дегеніміз 2 секунд. Яғни сағат 6-дан сағат 15 минут 2 секунд кетті деп аударылып жазылады. Не себепті алдыңғы сабақты естеріңізге түсіріңіздер деп жатырмын. Алдыңғы сабақта, яғни сандар тақырыбында мен айтқан болатынмын, 1, 2, 3, 4 және 20 Корей сандарынан кейін счетное слово, яғни санағыш сөздер тұрса, ол жердегі подшим, яғни соңғы дауыссыз әріпі, соңғы сөз түсіп қалушы еді. Яғни қарап тұрыңыздар, міндетті түрде сағат айтатын болса, ханаши деп айтпаймыз, турши деп айтпаймыз, сетши емес және нәтши деп емес. Керісінше ханши, туши, сеши, неши деп қысқартып, яғни соңғы подшим әріпі немесе соңғы әріп тұрған әріп түсіп қалады, яғни айтуға оңай болу үшін. Не себепті? Себебі мұнда ши деген санағыш сөздер, яғни счетное слово, счетное әріптер сөздер тұрғандықтан осындағы ескертпе, яғни бұл да өзгермейтін заңдылық. Сол себепті осылай қысқарып жазылады. Сағат айтқан кезде 1, 2, 3, 4 сандарынан кейін 20-дан емес, осы 4 сандарда сағат айтатын болсақ, шиді қосып айтатын болсақ, міндетті түрде соңғы әріпін алып тастап айтамыз. Ал қалған сандарда, қалған сағатты айтатын уақытта 12-ге дейін, мысалы, барлық уақытта өзінің әріптерімен ештеңе өзгермей, ештеңе қысқармай айтылып жазылады. Сандар тақырыбын тағы да еске түсіріңіздер. Мен ол кезде қысқарақ нұсқа айтып өткен едім, яғни оларда 24 сағаттық емес, 12 сағатқа бөлініп айтылатын режим бар, яғни оджон дегеніміз 12, түнгі 00-ден түскі 12-ге дейінгі аралық, сосын уху дегеніміз түскі 12-ден керісінше түнгі 00-ге дейінгі аралық. Мысал келтіретін болсақ, түнгі 00, яғни түнгі 12:00 дегеніміз оджон, түнгі дегеніміз 00-ден бастап айтылып тұр. Түнгі болса, оджон жазылады, оджон, йолту, ши. Йолту дегеніміз 12. Ши дегеніміз сағат. Мысалы, түнгі 12 сағат деп аударып тұр. Дословно айтып аударсақ, ал керісінше түскі 12:00 дейтін болсақ, түскі 12-ден бастап қай уақыт айтылады? Уху, яғни уху, йолту, ши. Түскі сағат 12:00 деп аударылып тұр. Енді минутты айтатын болсақ, ішінде 30 минут деп айтатын болсақ, және оның қазақша айтылуы бізде жарты сағат деп айтылады ғой. Кәрістерде де дәл солай, пан дегеніміз жарты сағат, яғни жарты дегенді білдіреді. Енді мысал келтіріп айтатын болсақ, неши, самши, пун. 4-тен 30 минут кетті деп аударылып тұр. Мұнда 30 минут. Ал келесінде неши, пан имнида, яғни сағат 4:30 болды. Пан дегеніміз 4:30 жарты сағат болып кетті деген сөз, яғни екеуде 4-тен 30 кетті деп аударылады, бірақ сәл басқаша. Яғни пан деп қойсақ, самшип деген 30-ды жазбай-ақ, пан дегеніміз жарты сағат дегенді білдіріп тұр. Сол себепті осылай жазылады, яғни жарты сағат деп айтатын болсақ, самшип пун 30 минут деп сөз айтқымыз келмесе, неши пан десек болды. Пан имнида.
Енді сіздерге тапсырма достар. Осы видеоны сіздер осы сабақты қай уақытта көріп тұрсыздар, сағат неше болды сіздердің көру уақыттарыңызбен, соны комментарияға жазыңыздар. Кәріс тілінде міндетті түрде осы біз өткен сабақтар бойынша ережелерді қолданып, осы сағатты жазсаңыздар, тексеріп, барлық қателерімізді дұрыстап отыратын боламыз. Достар, енді осы сабақ бойынша сөздікті айтып өтейін. Кейін сіздерге сөйлем құрағанда керек болатын маңызды сөздер. Осы сандар, апта күндері және уақыт айтқанда керекті болатын сөздер, яғни ачин, таңертең, себек, рассвет. Келесі чонек, кеш. Келесі пам, түн. Нат, күн, яғни күндізгі уақыт. Келесі сөйлем ретіндегі сөз. Чегім мед жиyo, қазір сағат неше болды деп тұр. Яғни туши пан нида, яғни сағат 2:30 кетті емес, сағат 2:30 болды. Яғни себебі пан деп тұр. 30 дегенді жазбай-ақ, пан десек жарым деген еді, иә. Жарты сағат деп аударылады, сағат 2:30 болды. Келесі мед-ол, мед-ил, қай ай, қай күн деп сұрап тұр. Келесі онырын, ил-ол, илгуил, яғни бірінші ай, 19-шы күн деп аударылады. Достар, 3 сабаққа жалғасқан сандар тақырыбын толықтай аяқтадық. Енді сіздер толық корей және қытай сандарын, айлар, апта күндерін және уақыт, сағатты айтуды білесіздер. Тіпті сөздіктерді де біліп отырсыздар. Барынша қарапайым тілде, яғни түсінікті жеткізуге тырыстым. Видео ұнаған болса лайк басып, мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел Ани. Келесі кездескенше, аньон.